Біреуге қарыз беріп қораға кіру, ол сенің кінәлі сезіміңнің асқынып кеткені. Біреуге көмектеспесең, сен өзіңді кінәлі сезінесің. Қарыз беріп қораға кіріп, тағы кінәлі сезінесің. Бұл кәдімгі жаттанды сезім ғой, уже тәнің үйреніп қалған. Ол баяғы бала кезден бері кінәлі сезініп келетсің ғой өзіңді. Жауапкершілікті көп алатын адам өзін кінәлі сезінеді всегда. Ондай адамдардың бүкірейіп, арқасында холка пайда болады. Кінәлі сезінетін адамдардың көбісінде сондай. Бірақ адам кінәлі сезініп жүрмін ғой, мен құрсын, баяғы менің жаттанды сезімдерім ғой, бұл бала кезден келе жатырған деп ойланбайды. Өйткені ол кінәлі сезімге даже мән де бермейді. Неге? Өйткені автоматты тұрғыда, даже саналы миға жетпей, бейсаналы тұрғыда, ол автоматты тұрғыда іске қосылып, кнопкасы басылып жұмыс жасай береді. Ол кейінен адам уже әбден қораға кіріп басына тиіп болғаннан кейін шаршап, өмірде депрессияға ұшырап барып, неге менде бұндай болды деп отырады. А потому что сен өзіңді кінәлі сезінесің. Сол кінәлі сезім сені үлкен жауапкершілік алуға міндеттеді, кредит алуға міндеттеді, елдің бәріне я жоқ деп айта алмайсың. Міне соның бәрі сенің осылай кінәлі сезімнің арқасында үйістеп жүрсің.